Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді сырные колечки жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып, оған шым-шым тұз және қопсытқышты қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Одан соң сүзбені және ірімшікті қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Соңында ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырды 8-9 бөлікке бөліп аламыз. Қамыр өте жұмсақ, қолға аздап жабысатын болғандықтан, әр бөлікке ұн сеуіп, осындай колечки жасап шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Біздің сырные колечкиіміз дайын болды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.